Сендер бүгін Еркек Лайф каналындасыңдар. Бүгінгі тақырып жігіттердің түрлері. Қандай жігіттердің түрлері болады? Біз бүгінгі тақырыпта жігіттердің мінез құлқы жайындағы түрлерді айтамыз. Кәнеки кеттік. Бірінші түр ол деген король. Король болып бөлінеді. Король ол патша деген мағына білдіреді. Король ол патша, ол жігіттің мінез құлқы. Ол қандай болады? Ол деген басшы ретінде қызбен танысады. Қызбен басшы ретінде танысады, өзін верный сезіледі. Қыздарға нақты түрде танысу. Ұялу деген ол жігітте болмайды. Сондықтан оны біз король, патша дейміз. Екінші түр ол деген бізде шут, күлкілі, әзіл, клоун. Сондай жігіттер де болады. Ол көбінесе қыздарды күлдірумен алады, қызықтар, фокустар жасайды, анекдоттар айтады. Әрдайым қыздарды эмоцияда ұстайды. Сол жігіттер эмоциямен алады. Оларда біз шут дейміз. Үшінші бізде корольдің басында патша дедік. Енді вождь дейміз. Үшінші түрде бізде вождь кетеді. Ол деген атақ басшысы, атаман дейді бізде. Үшінші ол атаман. Атаман ол қалай? Атаман деген патша сияқты уверенный адам болады, уверенный жігіт. Нақты сөйлейді және айтқанынан қайтпайды ол жігіттер. Айтқанды істетеді қыздарға. Сондай жігіттер болады. Төртінші түрі ол жауынгер, рыцарь. Төртінші түрі рыцарь, жауынгер. Олар да патша сияқты, бірақ бұл жақта рыцарлар несі қорқпайды. Даладан да танысуға, барлық жақтан танысуға қорқпайтын жігіттерді рыцарь, жауынгер дейміз. Әр адамның типтері бар. Негізі төртінші орында өзі жауынгер, рыцарь болып келеді. Және келесі бізде вектор деген ондай адамдар, жігіттер ешкіммен сөйлеспейді, ұялып жүреді, және күлмейді, өздерімен өздері жүреді. Қыздарға жақындаған кезде олар өте қиналады. Бірақ та олар грубо, нақты сөйлейді, бірақ көп сөйлемейді. Сондай жігіттерді бізде вектор дейміз. Көп сөйлемейтін жігіттер негізі вектор. Ары қарай бізде профессор және аристократ қалды. Профессор дегеніміз ол көп сөйлейтін адамдар, ғылыми жағынан. Негізі қыздарды күлдіртпейді олар, тек көп сөйлеу жағынан алып кетеді, қыздармен танысады. Және соңғысы бізде аристократ. Ол да профессор сияқты көп сөйлейді. Оратор деп қояды аристократтар. Оратор дейді, тоқтамай сөйлеу, қызықтыру да болады арасында. Сондай негізгі жігіттердің түрлері болады. Бұл жақта бізде 7 түрлі тип. Ол бізде король, патша, шут, клоун, вождь, атаман, сосын рыцарь, жауынгер, сосын вектор деген тура деген мағына білдіреді, математиканы өткендей. Сосын профессор мен аристократ. Сол негізгі типтер. Жігіттер өздеріңді білсең де болады, қандай типпен қызға жақындау керек. Мысалы, векторларға күлген жараспайды. Олар күліп қызға жақындайды, бірақ та қыздар оларды аса бақаламайды да. Сондықтан оларға серьезно түрде қыздарға жақындаса, онда жақындау пайызы көп болады. Ал клоун шуттарға серьезно жақындаса, онда қыздар да дұрыс түсінбей қалады. Түрі шутка клоунның түрі болып тұрса, енді қыздар ондай серьезно
жакынатпайм. Мисалы, мистер Бинди алсак, бизге таанымал мистер Бин бизге серьезный киноларда боевиктерде ойнаса, түрүнө карап биз күлөбүз. Ол негизи комедияда көп ойнойт, сондуктан ар адамдын өзүнүн жакындоо түрү де болот, түрү. Адамдын түрүнө карай уже билсе болот. Бирөөгө күлгөн жараспайт, бирөөгө кеткен жараспайт. Сол негизги бүгүнкү тақырып сол адамның типтері болды, түр жағынан және ішкі дүние жағынан. Көбінесе бұл жақта түр жағынан көп айтылады, адам түріне қарап бәрін білсе болады, әсіресе көзіне қарап. Сондықтан жігіттер осы біліп жүріңдер, осындай 7 тип болады адамдарда. Өздеріңді қай жерге жатқызасыңдар, өздерің сосын қарайсыңдар. Қыздарға жақындағанда өздерін көріңдер, серьезно жақындап, күліп жақындап, қайсы сендерге жарасады, солай жақындай беріңдер. Сол негізгі тақырып болса, тағы да видео қалдырам. Подписка жасаңыз, лайк басамыз. Кездескенше.